Әдістемелік көмек көрсету мақсатындағы оқу-жаттығу шарасына Түркістан облысына қарасты білім бөлімі әдіскерлері мен төтенше жағдайлар басқарма бөлім мамандары қатысты. Оқу-жаттығу шарасы Арыс қалалық номер 7-ші эвакуациялық жиналу пунктінде өтті. Ең алдымен Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары подполковник Рауан Алтынсарұлы әдістемелік практикалық оқу-жаттығудың маңызына тоқталды. Ал облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс бөлімінің бастығы Қанат Қарабалаев төтенше жағдай туындаған кездегі атқарылатын іс-шаралар турасында теориялық ақпараттармен бөлісті. Эвакуация деген не жалпы? Эвакуация деген адамның өмірін сақтау және өндірістің жұмыс істеуіне жағдай жасау мақсатында халық пен материалдық құндылықтарды төтенше жағдайлар аймақтарынан қолданылуы мүмкін аудандардан ұйымдасқан түрде әкету. Қатысушылар назарына Арыс қаласы әкімдігі мен аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бірлесіп дайындаған төтенше жағдайлар қаупі туындаған кезде атқарылатын эвакуациялық іс-шаралар туралы бейнероликте ұсынылды. Теория түрінде өткен жиын практикалық шараға ұласты. Сұлтанбек Қожанов атындағы жалпы орта мектебінде орналасқан номері 7-ші эвакуациялық жиналу пунктін аралаған қатысушылар төтенше жағдай кезінде дайын болуы тиіс шұғыл бөлімдермен танысты. Оның ішінде тіркеу және есеп бөлімі, күту залы, медициналық көмек көрсету, ана мен бала бөлмелері сынды көмек көрсету орындарының жұмысын бақылады. Бала болған кейін белгілі, тыным таппайды, жылайды, басса қалады, сондықтан осындай нелермен қамтылады. Ойыншықтар мен басқа да қажет заттармен қамтылады. Әдістемелік шара қатысушылары халықты қауіпсіз орынға көшіру жұмыстарына да куә болды. Бекітілген эвакуациялық жиналу пунктіне шұғыл жиналып, көмек алған тұрғындар арнайы дайындалған көліктермен қауіпсіз орынға көшірілді. Төтенше жағдай орын алғанда медициналық көмекке аса зәру адамдарда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда арнайы жедел жәрдем көлігі де дайын тұруы керек. Ал эвакуациялық жиналу пунктінің бастығы мен жеке құрамы халықты түгелдей көшіріп біткеннен кейін ғана өздері көшуге рұқсат алады. Осы орайда теориялық әрі практикалық түрде эвакуациялық жиналу пунктінің қызметімен таныстырып жүрген Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары подполковник Рауан Алтынсарұлымен тілдесті. Білесіздер, біздің оңтүстік өңірінде әртүрлі деңгейдегі сипаттағы төтенше жағдайлар болуы мүмкін. Енді төтенше жағдай туындаған кезде бірінші әрекеттердің бірі ол біздің халықты қауіпсіз аймаққа көшіру. Сол қауіпсіз аймаққа көшіру бойынша бізде аудан көлемінде, қала, елді мекен көлемінде осындай көшіру, жинап көшіру бекеттері құрылған, оған ұйымдастырушылық құжаттардың бәрі жасалған. Енді дұрыс деңгейде өтті деп ойлаймын, өйткені теория жағдайда, практика жағдайы көрсетілді. Енді әр орындаушы өзінің мекемесінде, жаңағы ауылында, оның мен жаңа жаттығу барысында айтқандай, әркімнің көзқарасы бар, өзі бір жалпы типтік бағыты бар, бірақ енді ішіндегі кейбір мәселелерді олар өздерінің ыңғайына ыңғайластырып жүргізеді. Шара соңында облысқа қарасты аймақтардан жиналған өкілдер ұйымдастырушыларға сұрақтарын қойып пікір алмасты. Жалпы мұндай эвакуациялық жиналу пункттері әр аудан қалада бір емес, бірнешеуден болуы міндетті.